Мемлекеттердің қалыптасуы, дамуы бәрі де тарихи үдеріс болғанымен, оның ішкі жағын қарасаңыз, бәрі де дәстүрге тіреледі екен. Біз әлемдегі дәстүрлерді, діндердің дамуын, мәдениеттен дамуын бәрін былай бөліп, жүйелеп көрсеткен кезде, топтап көрсетеді. Мысалы, дәстүр деген кезде бұл сол ұлттың негізгі арқауы, ұлтты әрі дамытатын, әрі өткенмен байланыстыратын, сол кездегі жағдай мен болашағының арасындағы алтын көпірдей бір ізгілікті жолды көреміз. Ешқандай ұлт бір сәтте, бір ғасырда бола сатылатын дүние емес. Оның үлкен негіздері бар. Сондықтан да мыңдаған жылғы негіз сол қазақ ұлтын жасады. Мыңдаған жылғы негіз қазақтың заңдылықтарын жасады. Мыңдаған жылғы негіз қазақтың әдет ғұрпын қалыптастырды. Дін мәселесінде де, саясат мәселесінде де, білім мәселесінде де, ғылым мәселесінде де, бұл алтын арқауың не деген кезде өз орбитасынан шығып кетпегендей дәстүрді айтып отырамыз. Біз қазақ халқын мың өліп, мың тірілген деп айтқан кезде де мың өлген екен. Ол қалай тірілді? Дәстүр арқылы тірілді. Жаңағындай шапқыншылық болды, түрлі қырғындар болды. Қалай басы құралды? Дәстүр арқылы құралды. Егер саңылауы бар, зердесі бар адам болатын болса, кез келген адам түсіне қояды. Ананың әлдейінен іңгәлаудан бастап, жаңағы ақтық сапарға дейінгі нәрсенің бәрін сол жинақтап, сол дәстүрге сыйдыратынымыз, қоғамдағы дамудың алтын арқауы дәстүр деп айтатынымыздың бәрі де осы қағидаттан шығып отырады.